Саламатсыздар ма көрермендерім? Бүгінгі видеом аяқ ауруының 8 себебі тақырыбында болмақ. Келесі видеом бір бүйрекпен өмір сүруге бола ма сұрағына жауап болады. Алдымен денсаулыққа пайдалы қызықты видеоларымды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп лайк басып қойыңыз. Жасы 50-ге таяған адамдар арасында аяғы ауыратындар, тізенің сырқырлап, буынның сырқырап ауруын айтатындар көп. Жастар жағы да бұл кеселден кенде емес. 20-ның төңірегіндегі қыз-жігіттер ұзақтау жүрсе аяқтары талатынын айтып шағымданады. Дәрігерлер мұны қан тамырларының қызметі бұзылуынан пайда болатын жағдай дейді. Оның бірнеше түрі бар. Бірінші, көк тамырдың кеңеюі. Ауру белгісі: ұзаққа созылған аяқ ауруы жұмыс күнінің соңына қарай күшейе түседі. Аяқтың салмағы артқандай болып, дыңылдап, сырқырап, жатқан келе береді. Емдеу жолы: алғашқы белгілері білінісімен қан тамырларды УЗИ-ден өткізіп, дәрігер көмегіне жүгіну керек. Доплерографиялық тексеру нәтижесіне қарай қалай емдеу керектігін дәрігер шешеді. Көктамырдың варикоздық кеңеюін ертерек емдемесе, тамырлардың жарылу, қаную қаупі бар. Екінші, тромбофлебит. Ауру белгісі: балтырдың бұлшық еттері үнемі тартылып ауырып тұруы тегін емес. Бұл ауру үдеген кезде аяқ қызып ісінеді. Бұлшық еттер талып ауырады. Аяқ қызарып, қан тамырлары қатайып түйіле бастайды. Емдеу жолы: қан тамырлар дәрігеріне сосудистый врачқа көріну керек. Үстіңгі және астыңғы қабаттардағы көк тамырларды мұқият тексеріп, қанның ұйып қалу қаупі мен дәрежесін анықтау маңызды. Қан тамырларының жарылып кету қаупі бар ма, жоқ па? Мұны ертерек анықтау керек. Ол үшін ангиосканерлеуге жолдама аласыз. Егер қанның ұйып қалуы мен жарылу қаупі болмаса, сұйылтатын қан тамыр қабырғаларын қатайтатын ем жасалады. Ал асқынған белгі болған жағдайда ота жасауға тура келеді. Жағдайды бұған жеткізбеу әрине өзіңізге байланысты. Үшінші, эндотерит. Ауру белгісі: жаяу жүргенде тізе ауыра ма? Бірден емес. Шамамен 100-150 метр жүрген соң тізе тұсында ауырсыну сезімі басталып, ол біртіндеп күшейе түссе, ұйып қалатын болса, дәрігерге баруды кешеуілдетуге болмайды. Әдетте аяқтың ауруы мен ұйып қалуын басу үшін адамдар біраз жер жүріп, аздап тынығып алуды дұрыс көреді. Бұлай уақыт оздыру үлкен қателік. Емдеу жолы: бұл эндотерит ауруының айқын белгісі. Ол әсіресе темекі тартатын адамдар арасында көп кездеседі. Өйткені никотин қан тамырлары ишемиясының басты факторы. Дәрігерлер әрине денсаулықты сақтау үшін темекіні тастауға кеңес береді. Магниттік резонанстық томография, МРТ, ангиография, қан тамыр УЗИ-нен өту керек. Қан құрамын анықтап, қабыну факторларын білу маңызды. Ем соған қарай тағайындалады. Егер аяқтағы ауырсыну сезімі ұйып қалуы күшейе түссе, бұл артерияда қан ұйып қалуының белгісі. Ол өте қауіпті. Ауруды бұлай асқындыру хирургиялық отаға дейін жеткізеді. Төртінші, остеопороз. Ауру белгісі: балтыр тұсының қатты ауруы және аяқтың дірілдеп қатты шаршағандай болып қалтырауы ағзада кальций жетіспеушілігінің белгісі. Ол әдетте 40 жастан асқан әйелдерде жиі кездеседі. Емдеу жолы: бас салып құрамында кальций элементі бар қоспалар шеберуде дұрыс емес. Алдымен сүйек тіндерінің беріктігін және ондағы кальций деңгейін анықтау үшін рентгендік өлшем жасау керек. Әрі қарайғы емді дәрігер тағайындайды. Бесінші, артроз артрит. Ауру белгісі: орта жастағы адамдардан бастап ересектер арасында ең көп кездесетін диагноз. Жүргенде бір орында ұзақ тұрса, аяқ қатты талып ауырады. Ондағы қан тамырлары қатайып қатты ауырады. Бұл ауру қазіргідей ауа райы құбылмалы уақыттарда қаттырақ сезіледі. Аяқтағы қан тамырлары төңірегі қатты сыздап ісінуі мүмкін. Мұндай кезде жүрудің өзі қиын болады. Емдеу жолы: өз бетінше ем жасау үлкен қателік. Ревматолог дәрігерге көрініп, аяқ тамырларын рентгенге түсіру керек. Оған қоса қанның жалпы клиникалық анализін тапсырады. Артроскопия жасату да артық емес. Бұл ауруды емдеу кешенді түрде жүргізіледі. Әрине, дәрі-дәрмек тағайындалады. Оған қоса ортопедиялық ыңғайластыру, физиотерапия қажет. Тұзды, майлы тамақтан бас тартуға да тура келеді. Бөртіп қабыну. Ауру белгісі: мұны анықтау оңай. Балтыр қатты ауырып, онымен қатар дене қызуы көтеріледі де, қалтырап дірілдеу пайда болады. Балтырдың бұлшық еттері қызарады. Емдеу жолы: бұл антибиотиктермен емделетін ауру. Сондықтан жұқпалы аурулар дәрігеріне көріну керек.
Егер ауру жеңіл дәрежелі болса, амбулаториялық ем тағайындалады. Ал жағдай орташа немесе ауыр дәрежеде деп танылса, онда стационарда жатып емделген дұрыс. Бұл кезде дәрі-дәрмекпен қатар магнит, ток, лазер сәулесі секілді физиотерапиялық ем жүргізіледі. 7. Қантты диабет. Ауру белгісі: түнге қарай аяқтар себепсіз қалтырап дірілдеу байқалса, ісіну, әлсіздік, ауру сезімі туындаса, ойлануға тура келеді. Қантты диабет кезінде балтыр терісі құрғап, қыши бастайды. Аяқты құмырсқа жүріп өткендей ұю, әлде жыбырлау жиі болады. Шаншу да мазаны алады. Емдеу жолы: бұл диагнозда ең алдымен қан анализін тапсырып, қандағы қант мөлшерін анықтау керек. Ем соның нәтижесіне байланысты мейлінше эндокринолог дәрігер кеңесін алған дұрыс. 8. Артериялық атеросклероз. Ауру белгісі: баспалдақпен көтерілгенде, әсіресе жүргенде немесе жүгіргенде балтыр бұлшықеттер тартылып қалып қатты ауырады. Бұл жайсыздық түнде де қайталануы мүмкін. Қыста да жазда да табан жылымай мұздай болып жүреді, ал башпайлар үнемі жансызданып тұрады. Емдеу жолы: аурудың себебін анықтау үшін УЗИ, магниттік резонанстық контрасттық ангиографиядан өту керек. Темекіні тастаңыз, ол ауруды асқындырады. Қан тамырлары хирургының кеңесі керек. Егер уақытылы емделсеңіз, аурудың асқынуын тоқтатуға мүмкіндік бар. Ал уақыт оздырып алсаңыз, бұл диагноз аяқты кесіп тастауға дейін жеткізеді. Бүгінгі видеом осындай. Келесі бір бүйрекпен өмір сүруге бола ма тақырыбындағы видеомды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыз. Видеом ұнаса лайк басып пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.